Сәлем достар, бүгін мен сіздермен үй жағдайында өте тез және оңай дайындалатын хурасанды дайындаймыз. Құрамы қарапайым, өте дәмді болып шығады. Каналға тіркеліп лайк баса кетіңіз. Ең алдымен бізге қажетті заттар: жылы суымызға сары майымызды құйып, үстінен қант қосамыз. Бір шай қасық дрожж қосамыз, жарты шай қасық тұз қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, үстінен ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Дәл видеодағыдай жұмсақ қамыр илеп алып, бетін жауып, жылы жерге алып қоямыз, жақсы көтерілу үшін. Дайын болған қамырды 8-9 бөлікке бөліп алдым. Дәл видеодағыдай етіп қамырды жайып, әр қамырдың ортасына сары май мен кукурузный крахмалды сеуіп отырып, қамырымды дөңгелек етіп жинап шықтым. Барлығын осылай жинап болғаннан кейін оқтаумен жайып үлкен шеңбер жасадым. Үлкен шеңбер жасап болғаннан кейін дәл видеодағыдай етіп кесіп алдым. Әркім өз қалауы бойынша начинка салса болады. Мен үй жағдайында шоколадты салдым. Вареная сгущенка, творог, әртүрлі қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Дәл видеодағыдай етіп орасаңыздар болады. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, қатпарларының бәрі анық көрініп тұр. Дайын болған хурасандарымызды ыдысымызға жайластырып, 20 минутқа қоя тұрамыз. Осылай әдемі болып көтеріледі. Одан кейін үстіне жұмыртқаны жағып, қызып тұрған пешімізге 20-25 минутқа қойып пісіріп аламыз. Осымен құрамы қарапайым ғана хурасандарымыз дайын. Өте дәмді, өте жұмсақ, керемет болып шығады. Достар, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп лайк баса кетіңіз.